Армысыздар. Қазақ халқы ұлттық киімге құрметпен қараған, әсіресе бас киімге. Жерге тастамаған, киіп жүргенің біреуге сыйламаған, бағы таймасын деп. Балапаным, сенің де бас киімің бар, мынандай әпедемі тақияң бар. Сәби туылғаннан бастап бас киімсіз болмаған, оның ит тақиясы болған. Сырға тағар, қыздың сүндеті, үкілі тақиялар. 13-ке келгенде сораба киген. Тақия тәрізде салпыншағы бар. Бас киімнің 56 түрі бар деп айтады. Бой жеткен соң бөрік киген. Аң терісімен жиектелген бөрік. Қыздар жау шапқанда жай отырмаған, ел қорғаған, садақтарын қолдарына алып, жерімізді қорғаған. Мында әскери бөрік. Тұрмысқа шыққан әйелдердің бас киімдері. Сәукеле ұзатылған қыздың бас киімі. Мынандай сәукеле бар. Одан кейін сәукеле негізінде сақ кезеңдерінен бастау алады. Мынау сақ тайпасының сәукелесі. Төре сұлтандардың жұбайлары қасаба киген. Тұңғыш сәби дүниеге келгенде келіншек бас орамалын шешіп, кимешек киген. Енесі ауылдың әйелдерін қонаққа шақырып ас берген. Кимешек кигізу деген рәсім болған. Мынау кимешектің түрлері. Егер кимешектің ойықтың шеті қызыл болса, ол жас келіншектің киімі. Сары болса, орта жастағы әйелдікі, ал әжелер ақ кимешек киген. Қыз кішкентай кезінен бастап әшекей таққан. Басқа тағатын, қолға тағатын, кеңге тағатын, тағы басқа әшекейлер бар. Мысалы сырға, сыр деген сөзден шыққан. Қыз өз сырын құрбыларына, жеңгелеріне айтатын. Сен менің сырымды ешкімге айтып қойма, деп құлағына сырға сыйлаған. Сырға тағу бар, сырға салу бар. Сырға тағу дегеніміз бағанағы айтқандай қыздың сүндеті. Сонда рәсім болған, құлағын тесетін сырға тағатын. Ал сырға салу, ол ұзатылған қызға алдымен сырға салатын. Сол кезден бастап қыз жат жұрттық болып саналады. Ал мынау қыздың шашына тағатын сәндік әшекей бұйымы. Шашбау мен шолпы қыздың шашының өсуіне ықпал етеді. Наурыз мейрамы құтты болсын. Жаңа жылымыз берекелі болсын, қуанышқа толы болсын. Наурыз құтты болсын.